Кезінде 66 миллион теңгеге салынған Маңғыстау облысының 3 бірдей ауылындағы медициналық пункт жабылып қалды. Дәлірек айтқанда 2007 жылы қолданысқа берілген ғимараттардың игілігін ауылдағы ағайын мүлде көрмеген. Өйткені медпункттердің ашылуынан жабылуы тез болыпты. Ал қазір олардың тоз-тозы шығып, әбден бөлініп, тіпті қирауға шақ тұр. Бұл 100 шақты халқы бар Жарма ауылы. Осындағы медпункттің бүгінгі жағдайы міне өте аянышты күйге түскен. Ғимарат қарауылсыз қалған. Едені опырылып, қабырғасы қақырап, есіктері қирап жатыр. Ал оның құрылысына 2007 жылы жергілікті қазынадан 22 миллион теңге жұмсалыпты. Сазды және қияқты елді мекендерінде де дәл осыған ұқсас жағдай. Ол жердегі ғимараттарды жабылып тынды. Бұл күнде ауыл жұрты емделу үшін 90 шақырым қашықтықта жатқан аудан орталығына баруға мәжбүр. Алысқа қатынау әсіресе қарт кісілер мен жүкті келіншектерге қиын. Амбулатория қолданысқа берілгелі 10 шақты жыл болды, бірақ 10 жылдан да көп болды, бірақ оның біз бәлендей игілігін көріп атқанымыз жоқ. Ол постоянно жабық тұрады. Оның ішінде құрал сайманы, болмаса дәрі-дәрмегі, болмаса егетін жаңағыдай нелер болмағасын, оның медсестра да оның ішіне тұрақты отыра алмайды. Үлкен кісілерге, кішкентай балаларға, аяғы ауыр келіншектерге одан болып атқан көмек жоқ. Оның барлығы да селкілдеп жаңағыдай алысқа қара жолменен дәрігерге кетеді. Аудан атқамінерлері бұл мәселеге қанық, бірақ қолдан келер қайран жоқ деп қол қусырып отыр. Өйткені шалғай ауылдарға жас мамандар бармайды. Ал жергілікті қазынаның 66 миллион теңгесіне салынған 3 бірдей медпункттің жабылуын халық санының аздығымен және мамандардың тапшылығымен байланыстырады. Кейін бұл нысандарды шағын балабақша ретінде пайдалануға бермекші болыпты. Алайда ол ойлары да жүзеге аспаған. Ондай мәселе бізде сол Сазыда да бар, Жармада бар, Қияқты дейтін жерде осындай мәселелер бар. Үшеуі де қаңырап бос тұр. 2007-те салынған, енді ол республикадан ақша бөлінген, толықтай бүкіл ауылдарға, барлық шағын елді мекендерге арнайы салған. Ол енді халық саны ол кезде қалай есептеді 2007-де, оны ол кездегі мен ол кезде болғам жоқ, нақты білмеймін, айта да алмаймын қазір. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасындағылар медпункттерді ұстап тұру үшін жан-жақтан маман тартпақ болыпты, бірақ одан да түк шықпаған. Ол жерде былайша айтқанда кінәлі тұрған іздеу ол қисынсыз келеді. Денсаулық сақтау басқармасының бұл жерде ешқандай қатысы жоқ. Біз маман тауып беруге барынша ықпал еттік, бірақ халық көшіп кеткен жерде, мысалға біреудің көбі енді мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығымен тұрады ғой. Сондай бір санаулы 2-3 отбасы қалады, ал қалғандары барлығы оқуға, жұмысқа деп, жұмыс көзін іздеп қалаға көшіп кетеді, ауданға көшіп кетеді, сөйтіп сондай қажеттілік туындайды. Яғни қазір сол медициналық пункттер жабылу сонымен байланысты. Енді аудан әкімдігі 3 бірдей ауылдағы қаңырап қалған бос ғимараттарды сенімгерлік жолмен кәсіпкерлерге жалға бермекші. Алайда оған әзірге еш сұраныс жоқ көрінеді. Бақытжан Сатылханұлы, Сәбит Амангелдіұлы, Еуразия бірінші арнасы, Маңғыстау облысы.